достар сендермен бірге мен Форч. Біз бүгін Minecraft новый версияға, зор версиясы 1.16.220.52 аузым шашып кетті. Бұл обновлениені алу үшін сіздерге анандай настройка жақта Caves and Cliffs деген, короче, настройкаларды анандай астыға түсірген кезде 3 ағылшынша сөз керек, edition мен тағы да 2 ағылшынша сөз бар, соларды қосасыз. Caves and Cliffs. Мен сол үшеуін қосқан кезде мына edition деген осы заттарды қосады, ал мынау ол уже новыйдан, короче. Вытащи рамка. Чё? Не болған мына текстурасына? Білмеймін, мен Майнкрафттың кішкене қуып жатыр. Негізінде ондай болмайды. Так, сіздерде ондай болмайды. Так, мынау мечтерден ештеңе қоспаған. Мынау жерде қараңыздар. Медовый нәрселерден жасалған. Короче, сондай. Медовый. Бұл мод емес, новый версия. Медовый блоктар. Тағы да мынандай тупойский заттар. Ионный руда, тағы да текстурасын ауыстырған заттар. Побеги. Мынандай светящий спруттың заттары. Снежный покров, итакта бар. Мынандай капельник, мынау. Еще түрлі заттар. Газ. Соңғы заттар. Соңғы затқа мынау, короче, қазір новыйдан шыққан моб, соны көрсетемін. Бұған қуасаңыздар өлесіздер. Мен де қуасаңыздар өлесіздер, мұнаны білмеймін не зат екен. Осы екеуі не екен түсінбеймін. Капельник. Мынау да капельник, мынау да капельник. Блогы соның бос каплар. Каплар па білмеймін. Бос блок. Мынау дирт новыйдан. Короче, земля новыйдан. Мынау дейтін төбеде пещераларда ғана андай қоюға болады. Мынау дейтін обычный мирда да қоюға болады. Так, новый заттар. Тағы да менде мынау зат көрініп жатыр. Өзімде не екенін білмеймін. Әйтеуір түрі болатын. Мынаудан тоқтадық. Мынау зат, бұл да пещераларда өседі. Мынау да пещераларда, мынау обычный мирда, мынау білмеймін. Мынау да обычный мирда. Обычный мирда өсетін заттар. Ал енді ең қызық зат, новый моб. Қазір көрсетемін. Оның аты светящий спрут, міне. Создание светящего спрута. Міне тағынан гром осындай зат бір, гром бір бәле. Осындай заттар осыған. Новый Майнкрафтта. Міне. Осы зат не екенін түсінбеймін. Су керек. Мынау музыкальный блокты қосайықшы. Бассейн жасайық. Кішігірім бассейн музыкальный блоктардан. Міне, новый спрут. Оны осаңыздар осыны шады. Осындай спрут. Тағда сіздер мұнаны Майнкрафтта білдіңіздер ма? Қазір көрсетем. Қалай еді? Мына жаққа кіреміз.
Ступеньки қоя саламыз. Так, су аламыз. Тағы да мынандай зат ведро с снежной пылью. Осындай қараңыздар. Көрдіңіздер ғой, су сияқты міне мороз шығады. Осылай сындыруға болады. Жауап кеттім ғой. Бұл выживание жүрегін занандай көп болып кетеді осыда. Қараңыздар. Фокус, тру-ля-ля болады. Жақты. Осылай жасайды. Қараңыздар, кішігірім бассейн, ішіне су құйылады. Бұны кім білді? Лайк. Кім білгендерге лайк. Тағы да бір бақ бар еді, оны қазір көрсетейін ба? Давай көрсетейін. Қараңыздар. Ол үшін бізге ден керек. Ой, анимацияларымен шықшы. Время деньги қоямыз, қараңыздар. Ол үшін бізге мынау зат керек. Мынау лайфхактардың тексеруі, бактардың тексеруі болып кетті. Қайдан ол? Стендік қайда? Стендік. Так. Ой-ё-моё. Стойка для брони. FPS интересно. Для брони, для доспехов фигурок. Тогда мне, короче, стек керек, стек. Міне, бізде мынандай төртбұрышты емес, мынандай кішкентай жері ғана төртбұрыштысы керек. Қараңыздар. Үстеміз. Үстеміз енді қараңыздар. Енді қараңыздар. Поза. Енді қараңыздар. Бұл судың ішіндегі заттарды көрсетеді. Бұны судың ішінде сусыз көрсетеді. Қараңыздар, бұны X-ray қауіпті қолдануға болады. Позалар көп екен. Так. Поза. Міне. Вау. Осымен видео бітті. Сау болыңыздар.